көрермендер, бүгін мен осы қуаныштымын, осындай күйге арнайы келіп, күй өнеріне келіп отырмын. Бұл күй өнері білесіздер ғой, басқа өнерден гөрі өте күрделі, өте терең, ән жетпей жатқан жерге күй жеткен деген әсеттің бір сөзі бар. Ән жетпей жатқан жерге күй жеткен. Сол күйдің, қазақ күйінің үлкен дара тұлғаларының бірі біздің Тәттімбет бабамыз. Тәттімбет мынау күйтану өнерінің ғұламасы, музыкатану өнерінің докторы, академик Ахмет Құланұлы Жұбан билепті. Тәттімбеттің төл күйлері, тәтті күйлері талай ұрпаққа барады. Талай айлар, талай жылдар өтеді, талай ғасырлар өтеді. Бірақ Тәттімбеттің күйі қазақтың сол кездегі барлық ұрпағын сусындырады деп жазыпты. Тура осылай жазған. Шынында да мінекей туғалы 250-210 жыл болды. Биыл бүткіл қазақ тойлап жатыр. Тәттімбеттің білесіздер, шекпе күй өнерінің негізін қалаған. Тәттімбеттен бұрынғы күйлерде болды ғой әрине. Бірақ Тәтекең осы күйлерді бір арнаға түсіріп, жанр ретінде орындаушылық тұрғыдан да оның негізін қалаған адам.